Қайырлы күн, құрметті мен көрермендерім. Бүгін сіздермен жалпы қауын туралы қысқа видео түсіремін. Қолға мән бермейміз. Қауын істеп шықтық. Осындай қауындардың қалай пісетін жалпы. Міне. Бұл негізі қауындар жайылып тұрады. Мына каждый гүлі қауындар. Міне. Біз жапырақтарының бәрін қайырып шықтық. Бұл ертең күн өзі жайылып тарап кететін болады. Мына полияның бәрі қауын. Жалпы біз пәлек қайыру процесі болып тұрып, бұл жерде пәлек қайырып жатырмыз. Мына жақта қауын суарып жатыр. Әр жүйекке бөлек-бөлек арық алып, осылай суарады. Мына жақ толмаған әлі. Байқасаңыздар, мына жақ пәлек қайырылмаған, жайылып тұр. Пәлек қайырылғаннан кейін бәрі ортаға. Екі беттік қауын айқасады. Міне. Қауын дайын болғанда мына екеуі бір-біріне қосылып кетеді. Қауындардың бәрін суғарып жатыр. Жалпы бұл жақтың қауын суғарып болынған, су ішкен. Мына пәлегін қайырып, таратып, мынандай қауындардың бәрін жуып тастай алады. Мына қауын жарамайтын қауын. Көріп тұрғандарыңыздай, әр жапырағы қауын пайда болады. Мына жерде қауын күнді ұнатпайды. Соның үшін жапырақтардың арасына тығып кетеді. Көлеңке жасап кетеміз сірәсі. Қауындар. Қазағымыз жері кең, дала. Керемет ем. Бұл қауындарға күнде дәрі шашылады. Күнде деппін, то есть аптасына бір рет. Адаспын, аптасына бір рет дәрі шашылады. Біз пәлек қайырып бітпедік. 5 адам 5 жүйекті алып келдік. Ертең, Құдай қаласа, таңғы 4-тен бастап тағы түсіледі. Таңғы 4-тен басталып 12-ге дейін адамдар бар арнайы ақшаға осы пәлектерді қайырып дайындап беретін. Біз өзіміз түстен кейін шықтық. Әр неде бір қарауыл бар осындай. Чучело дейміз. Мына қауын мен күн арасында күн айырмашылығы бар. Қарасаңыздар, мына қауынның үлкендігін міне. Мына қауын осы размерде. Ал енді екінші қауын көрсетейін сізге. Міне, қандай үлкен. Қауын деген тез өседі негізі. Қауынның түр-түрі көп. Ал, міне. Мен қатты біле бермеймін. Мен әкең ананы істе деп жүрген адаммын. Сіздерге қызық болсын деп бұл видео түсіріп жатырмын жалпы.
нағыз еңбек оңай емес. Сондықтан қауынды тауыстып жеп қойыңыздар. Күннің ыстығында оңай емес. Оңтүстік жақ тем более қатты ыстық болады бізде. Қанша еңбек бар. Сіздерге совет, қауынның сыртын жуып жеңіздер. Мен сіздерге бәрі шашып жатқан процессті көрсететін боламын. Осылай пәлектер қайырылып шығады. Арық жауылғаннан кейін бір-біріне айқасып кетпеу үшін. Мынандай қисық қауындарды жұлып тастайды. Жарамайды бұл қауын. Ол басқа қауынның күшін алып қояды. Осылай күн тимеу керек. Тығып кетеміз қауындарды. Бір айналдырып. Мынаның бәрі фолия. Заправка істеватырмын дейді. Фарух па? Я заправка істеп тұрамын дейді, келе берсін дейді. Давай. Дәрі шашып жатыр. Ол аптасына бір рет шашылады. Әрбір бәрі жұмыс еңбек. Соның үшін қауынды тауыстып, жуып жеңіздер. Мына жердің бәрі қауын. Мына жақтағын бәрі қауын. Құдай қаласа, бір-екі аптаның ішінде қауын шығатын болады. Дәрі шашып жатыр. Мына жақ мақта. Мақтаның күтімі бөлек. Оған то селитра береді. Солай. Не деген кең жер деймін да. Жалпы менің ойым негізі бұндай бос жерлерге бір үлкен заводтар ма салған дұрыс. Что жұмыс орын болады. Қазірде бірақ адамға, халықтарға жұмыс орны жетеді. Неге десе бұл жерге күнде адамдар түседі, шабығына түседі, трактор айдайды. Жұма. Бірақ жалпы менің ойым, білмеймін. Может, мақтаны өндіретін. Мақтадан бір киім істеп шығартатын, пайдаға асатын завод па салған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ертең мақта дайын болған кезде бағасы деген түсіп кетеді. Ана мақта өзін ақтамай қалады. Бірақ адамдар құры жатпасын, жер құры тұрмасын деген мақсатта сәл бюджетный вариант деп мақтаны егеді.